бар. Бізде Америка Құрама Штаттарында қазіргі уақыт күндізгі өте керемет өтуде. Соңғы 2 күні қалды. Бірнеше Америка Құрама Штаттарының діни қызметкерлері, соның ішінде имамдар менен кездесулер өткізіп жатырмыз. Қазір бір кездесуден шықтым. Сол арада бір уақыт болғаннан кейін сіздерге бір қауышайын, елімді сағынғанымды айтайын деген хабарым. Бала емізі білемін, анаға ораза ұстауға бола ма? Жоқ, кейінірек ұстағаныңыз жақсы болады, өйткені денсаулығыңыз маңызды. Егер сүтіңіз өте көп болып, баладан артылып қалып, өзіңіз де қуатты болсаңыз, ораза ұстағаныңыз жақсырақ та болатын шығар. Сәлеметсіз бе? Үш әріптілерден қорыққаннан қалай қоюға болады? Дем салдырдым, өзіме дем салып ұйықтаймын. Үйім таза, Құран оқып тұрамын. Кажется, самовнушение қалай арылса болады? Сізге кішкене екпіні тиген, сол екпінді кетіру керек. Намазды бастап үйреніп жүр едім. Құптан намазы мен үтір намазын қатар оқу керек пе? Иә, бірінші құптанды оқып, артынан үтір оқып алғаныңыз жақсырақ болады. Бірақ негізі таңға дейін оқыла береді, десе де тез оқығаны жақсы, өйткені таң намаздан тұра ала ма, тұра алмай ма деген мәселе. Менің намаз бастағанға ниетім бар. Сұрайын дегенім, хиджаб парыз ба? Орамал өзінше жеке парыз, ал намаз өзінше жеке парыз. Екеуі екі парыз. Сізді қалай қарсы алып жатыр? Жақсы, Құдайға шүкір, алхамдулилля. Қазақ халқы не айтады? Өзі жақсы адамға бір кісілік орын бар дейді. Ғұсыл дәрет алғанда ауыз мұрынды неше рет шаяды? 1 рет шаю жеткілікті, бірақ 3 рет шайсаңыз жақсырақ болады, тазалық мәселесінде қуатты болады. Туылған балаға обязательно азан шақырып қою керек пе есімін дейді. Обязательно деген сөз екіге бөлінеді. Парыз және сүннет болып. Негізі сүннет болады бұл амал. Сүннетке жақын деп айтсақ жақсы болатын шығар. Қарақалпақстаннан дейді. Құран кәрімнің кірдішасын оқысам болам. Оқышы, оқы айналайын, оқу керек, оқитын заман, Құранды оқы. Йога және имитация исламға қарама қарсы ма? Иә, егер сіз йоганың гимнастикасын, яғни керілу, шойырылу, созылу болса, проблема жоқ. Қол аяғыңызды соза бересіз, тек қана тиісті группаңызда, яғни ер адам, азаматтар, әйел азамат деген сияқты бөлек болса. Ал олардың имитация, сіз айтқан жаңағы имитация, немесе күнге қарап отыру, айға қарап тілеу сияқты нәрселер бізде тыйым салынады. Жолдасымның жолы болмай жүр, мен тарапынан не істесем болады? Сіз тарапыңыздан дұға болады. Еркектің киімін таза ұстау болады. Еркекке күш-қуат беру болады. Еркекке жігерлендіру болады. Тікелей бұл сізге байланысты дүние. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Мені жүрегім қатайып кетті. Не істесем болады? Жүректі жұмсататын нәрселер. Ол ата-анаға мейірім, дүниеде болатын болса. Жүректі жұмсататын нәрсе жетім жесірлерге қамқорлық. Жүректі жұмсататын нәрсе өзіңізге лайықты көзқарасыңыз дұрыс, иманы дұрыс азаматтардың дәрісіне, сабақтарына қатысыңыз. Одан кейін көбінесе жүректі жұмсататын нәрсе шариғи тұрғыда мынау фиқ дейміз, яғни право. Енді мысалы фиқ ғалымдарының айтқаны болады, болмайды деген сияқты нәрселер жүректі сәл қатайтады. Өйткені олар ішіне кірмейді, мына нәрсе болады. Мысалы мен де фиқ мәселесіне көбінесе жауап бергендіктен мынау болады, мынау болмайды деп жауап бере беремін. Сондықтан бұл сәл жүректі қатайтады. Ал енді сіз тәпсір іліміндегі немесе қисса іліміндегі ұстаздарды жақсақ естісеңіз, мысалы айтайық, жаңа Нұрсұлтан бауырымыз бұл бағытта өте маман. Соны тыңдасаңыз, ол көбінесе тарих пәнінен жақсы алғандықтан қиссадан жүрегіңізді босатуға жақсы дәріс береді. Жүрегімді патшам деген шығар, тығалып қалған шығар. Патшам деп сөйлеймін, дұрыс па? Басқа ат қойып алғаным дейді. Сөйлей беріңіз. Оған ұнаса патшаңыз болсын, шын мәнінде патшаңыз ғой, жолдасыңыз. Ассалаумағалейкум, жандошан. Зекетті есептегенде өз тұрып жатқан үйің және машинаң санайды ма? Жоқ, санамайды. Машинаңыз қанша қымбат болса да, үйіңіз қанша қымбат болса да саналмайды. Ұл баланы биге қатыстыруға болады ма? Және хадисте не қарсылық білдірген дейді.
Ол баланы бийгеден көрі, ол бийді онсыз да үйренеді. Қазіргі современный бийіміз балқия болып тұр. Сондықтан ол бийді жаттағанша балаңыз қазақтың үш бейін жаттасын. Біріншіден, екіншіден, бейдің ішіндегі балаға ер баланы ер бала сияқты қылып тәрбиелеңіздер. Ол ертең қолына садақ алатын, қолына керек болса күрек алатын, қажет болса жұмыс істейтін. Енді ертең бала шағаны беймен асырамайды ғой, ол үйленер болыңыз, азамат болар. Соны жаңа беймен билеп келіп тапқан дүнием демейтін шығар. Сондықтан меніңше ер баланы ер бала сияқты қылып тәрбиелегеніңіз жақсырақ болады. Өз медрекенімде медресе оқышам жақшы же Сауд Арабиясында оқысам. Өз мекеніңізді оқуыңыз. Қырғызстан, Қазақстанда, Орта Азияда дерлік алымдардың барлығы, чоң алымдарыбыз Құдай шүкір өсіп жетіп деңгейлі ошо абалға жетті. Ошо абалға жеткендігі үшін өз еліңізде оқығаныңыз абдан соңырақ. Андан кейін сол өз еліңде чоң алымдардан бата алып, дуасын алып, андан кейін теге чоң жерге барсаңыз жақсы эле болмок. Раматлык Чубак ажы да ошондой болгон. Абдышүкүр ажыбыз да бардыгы да ошондой болгон. Ошол үчүн айтайын дегеним, эң биринчи өз еліңізде оқығаныңыз абдан соңун болот. Намазды қалай бастасаң болады? Турасында бастап кете бересің жаным. Турасында бастап кете бересің, кітапқа қарап үйреніп бастай бер жаным, соза берме. Жан тапсыра алмай қиналып қан құсып жатыр. 4 күн болды, ешкімде қарызы жоқ. Еді ата-анасын құлағына ризамыз деп айттық. Ақыл кеңесіңіз өтініш жауап беріңізші. Имамға айтыңыз, сол жердегі имам өз не оқитынын біледі, имамға айтсаңыз имам көмек береді. Енді мен осы жерде оны айтып отқам сәл келмейтін шығар. Ұлтыңыз кім дейді? Ұлтым қазақ, мені жаман түс көріп жүніп болып қала берем дейді. Ораза ұстау керек, дәулет, ораза ұстасаң жақсы болады. Аға, үтір уәжіп сапарда жүргенде оқимыз, оқисыз. Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракатух. Қалыңыз қалай? Аллах шүкір берсін. Сізге сұрағым, қарыздан құтылу дұғасын сұрайын, алдын ала рахмет. Қарыздан құтылудың дұғасының ең бірінші жақсы жолының бірі сол қарыз адамның ризалығын алып көріңіз. Содан кейін ата-анаңыздың батасын алыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қарыздан құтылудың 10 шақты дұғасы айтылған, сол 10 шақты дұғасына мән беруге шақырам. Менің балаларыма дұға оқып беріңізші, өтініш. Өзіңіз оқыңыз. Ырыс бала әпкеден үйге көмек сұрасам міндетті емеспін деп мән бермеді. Жолдасым қайтыс болған мүгедек балам бар, не істеймін дейді. Шын мәнінде ешкімге міндетті емес қарындасым. Умида, біз кішкене біреуден сұрағанда да былай реніш бар да бізде. Біз сұрағанда бір қарыз сияқты, обязан сияқты, біреу саған бір өткізіп қойған бір сияқты сұрайтындар бар. Кейде маған да сондай болады. Сен неге өйтпейсің, неге сөйтпейсің деген сияқты. Адамға қарыз емес ағайындар. Кішкене мынау біреуді шақырғанда, біреу қызмет жасағанда сәл дұрыс позиция қабылдау керек. Одан кейін бермесе, қазір сіз бүкіл әлемге сол ырыс баланың бүкіл жақсылығын істеп жүрген еңбегін аяққа таптағандай болып отырсыз да. Сонда не оның өмір бойы істеген жақсылығы көзге көрінбейді ме? Бір адамға дұрыс қатпаса, дұрыс демесе, яғни саған жәрдем бермесе, не сонда бүкіл адамның ретінде адамдықтан шығып кете ме не? Сізге міндетті ме ол, шын мәнінде? Сондықтан олай жасамаңыздар. Сізге болмаған шығар, көңілі болмаған шығар, реті келмеген шығар, әртүрлі адам бар ғой. Сондықтан тұрып алып маған бермеді. Сонда бергендерді біз мақтау керекпіз де, бермегендерді жаддаттауымыз керек пе? Жоқ, ол дұрыс емес. Әр қазақ менің қалзағым, ол қарындасымыздың еңбегі ұшан теңіз. Иә, бәріміз адамбыз, пендешілігіміз бар, бірақ қалай болғанда да дұрыс түсінікпен қараңыз, иә? Ана жерде жиналыс тұр, бәке. Кірдіңіз ба, меха? Намазда сәждеге барғанда қазақша дұға қабыл бола ма? Жоқ, біздің ханафи мазхабы бойынша сәждеде дұға қылуға болмайды. Ратибат сүннеттерде де қазақша дұға қылынбайды. Тек қана таласты мәселеменен нәпіл намаздарда айтса болады деген уәждер бар. Бірақ ең дұрысы Алла айтқан, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсеткен дұғаларды ғана нәпіл намазда оқысаңыз болады. Басқа әркім ойына келген дұғаларды, мына дұға жақсы екен, мына дұға бір конкретный дұға екен, жаңа естіп алғанбыз, мына дұғаны оқысаң миллион сауап болады, мына оқысаң миллиард сауап болады деп, солардың бәрін сәждеде оқи берген жақсы нәрсе емес.
Құран оқығанда бір аруақтың атын атап, бір аруақтың атын атамау дұрыс па? Жалпы осы марқұмдардың атын атау деген дүние біздің Орта Азияға ғана тиесілі дүние. Мұсылман әлемдерінде бұл есімдерді атамайды. Жалпы уәл-муъминина вәл-муъминат вәл-муслимина вәл-муслимат барша мұсылмандарға жарқау тілейді, сол жеткілікті. Ал енді осы атты атап атқан кезде кей кездері бір ахуалдар болады, біреулер ренжіп жататын болады. Сондықтан бұны алдына келісіп алған жақсы шығар. Үйден шыға... Так, қайда кетті? Намаз бастасам біріншіден шахада айту керек пе? Намаз бастауға иман қажетті. Ең бірінші шарты мұсылман адам болу. Мұсылман болудың шартында иман келтіру, шахадат айту міндетті болып табылады. Содан кейін барып айтасыз. Енді сіздің қанын мұсылман перзент екеніңізге біз сенеміз, сондықтан мұсылман баласы болып есептелінесіз. Айтсаңыз жақсырақ болады. Мен намаз оқымақшымын, бірақ таңғы намазды оқуға үлгере алмай соның үшін кешігіп намаз оқысам бола ма? Үлгере алмаймын, кешкі намаз оқысам бола ма? Болады. Самат ұстазым 9 жас ұлым қайтыс болды, әкесімен ажырасқанмын, баласын бір хабарын алмаған да айтуым керек ме? 9 жас ұлым қайтыс болды, әкесімен ажырасқан едім, баласының бір хабарын алмаған еді, айтуым керек пе? Өзім айтқым келмейді. Жоқ, айтудың қажеті жоқ. Сүйінші сұрағандай болып, оның жалпылама қажеті жоқ деп есептеймін. Далада намаз оқуға бола ма? Далада деген қандай сөз? Қыз баланы неше жаста тұрмысқа беруге болады? Жасына қарамайды. Мәселе оның аманатты, жауапкершілікті, жолдасына деген қызметті, құрметті, ізzetті, ана болуды, жар болуды түсінген кезде ғана тұрмысқа беруге болады деп есептейміз. Әйтпесе қыз баланы бас жоқ аяғы жоқ, 16-ға келдің, 15-ге келдің, немесе 16, 17, 20-ға келіп те 11-12-ге дейін жатып ұйықтап, өз киімін өз жумай, қалай болса солай салақ болған олақ, тек қана бар красканы бетіне жағып, тырнағын өсіруден басқа түк те білмейтін, немесе тикток ойнайтын, тикток түсіре беретін қызды күйеуге берудің қажеті шамалы. Күнәмнен айырылмай жүрмін. Жақында тахаджуд оқып бастадым, бірақ нәпсінің артында еріп кете беремін. Ұятсыз жаман зат, уже зависимость бар походу, артық жасам кешіріңіз дейді. Тахаджудыңыз сізді тахаджуд намаз ғана, тахаджуд яғни түнгі намаз сізді ұят күнәдан сақтай алмайды, бірақ шын мәнінде адамның түзетілуі намаз деп айтылған. Намаз ғана адамды түзетуге алып келеді. Кішкентай кезімнен гемоглобині төмен, анемия. Қазір емделіп жүрмін. Намазды сәждеге тұрғанда кезінде көзім қарауытып, басым айналып, орнынан кішкене қозғалып кетемін дейді. Алла шипа берсін. Енді шын мәнде сіз айтқандай болса, намазды отырып оқи аласыз. Егер шын мәнде басыңыз айланып құлап қалатын болса, месье, excuse me. Намазда ойым бұзылады, бәріміздікі бұзылады. Ата-анам намазға қарсы, тығылып уақытша таң намаз оқысам бола ма? Бастай беріңіз. Әкесінің артынан Құран бағыштауға бола ма? Болады. Тие берсін деп неге айтады қазақтар? Сонда қай кезде айту керек? Тие берсін деген сауап жетсін деген сөз, жақсы сөз, бата, дұға. Кейбір жерде тие берсін дейді, кейбір жерде қабыл болсын дейді, сауаптан болсын дейді, тұрақ және әйтеуір жақсы сөздердің біреуі. Ол бірі-бірін шұқитын. Тие берсін деген сөз жаңағы біреуге сәл тиісін деген, ұрсын деген мағынаға естілуі мүмкін, бірақ ол ондай мағынадағы сөз емес. Сәждеде қандай дұға оқуға болады? Сәждедегі ең жақсы Аллах Тағаланың елшісі көрсеткен Субхана Роббиял А'ланы айтқан ең жақсысы.
ауыз бекіткенде түкірік жұтуға бола ма, оразаны бұза ма дейді, сары дейді. Қазақстанда жұтпай қалған тек қана сен жалғыз екенсің, жұта бер жаным. Ең последний осы биылдыққа, по-моему, сен ғой деймін, ең соңғы сен, біреу сен ақ сұрадың, значит, Қазақстанда түкірігін жұтпай жүрген сен ақ екенсің, саған рұқсат жаным, жұта бер. Сонымен полный комплект бәріміз ораза да жұтқан боламыз жаным. Жақында әжем қайтыс болған еді, иманды болсын. Маманың түсіне кіріпті, бет жүзі көгеріп кетіпті, ақша таратып жатыр дейді, ол ненің белгісі дейді. Ренішті білдіреді. Ағайындарым, жақындардың бір өмірше келген кеткендері, яки келіп кетпегендердің ішіне ренішті білдіреді. Аяғы ауыр кезде ораза ұстауға бола ма? Жоқ, денсаулығыңызды күтіңіз. Аға, намаз оқуға бола ма кішкентай балаларға? Кішкентай деген қаншадағы балалар? Әйелімді намаз оқуға қалай шақырамын? Сіз өзіңіз жақсы амалыңызбен, мейіріміңізбен, рахымдығыңызбен, қамқорлығыңызбен шақырасыз. Яғни намаз оқыған сайын мейірімділік күшею керек. Намаз оқыған сайын қамқорлық күшею керек. Бізде намаз оқыған сайын жиіркеніш, ұрысу, боқтау, боғауыз, ұятсыз, жеку, міндетсіну, біреуді таразылау, біреуге ақыл үйрету, осы сияқтылар көбейген сайын біз дінді жақсы жағын ұстамаймыз, яғни жақсылыққа алып келмейміз. Біз діннің ол жаманшылығы жоқ, біз өзіміз сондай қылып көрсетеміз, және сол үшін жауап беретін боламыз. Сондықтан дін деген ол біреуді насихаттау емес, дін деген ішкі дүниеңді реттеу, дін деген өзіңді реттеу, дін деген болмысыңды өзгерту, дін деген өзіңді жақсылыққа бұру, жақсылыққа бет бұрып, жаман жағын тастау, сол дін болып табылады. Өзің жығылып жатып, сүрінгенге күліп, ақыл айтудың қажеті шамалы. Сүннет намазда тілек айтуға бола ма? Болады деп айтқандары бар, бірақ ең дұрысы өзінің Алла елшісі көрсеткен дұғаларды оқудан артығы жоқ. Былай ғой, ғұламалардан мынандай қалған қағида бар, осыны есте сақтап алуыңызды сұраймын. Көп адам, мынадан бастайыншы мен сөзді. Ибрахим пайғамбарды сол заманның патшасы отқа лақтырады. Өртейім деп та, құртам бұны деп. Сол кезде, бұл отқа түскен кезде өлері анық, қасына Жебірейіл періште келеді. Жебірейіл періште келген кезде Жебірейіл айтады, көмек берейін бе дейді. Пайғамбар ғой, Алланың елшісі. Айтады, сенің көмегіне мұқтаж емеспін дейді. Кімнің көмегіне мұқтажсың дейді. Құдайдың көмегіне мұқтажбын дейді. Құдайдан сұрамайсың ба дейді. Құдай өзі біледі маған не керек екенін дейді. Тап сол сияқты Алла тағала пендеге не керек екенін өзі біледі. Сіз бен біз көбінесе ғұламалар айтпақшы дұғамен емес, салауатпен көбірек айтқанымыз әуелік болған. Зікірлермен, Алланы ұлықтаумен көбірек машғұл дейді. Яғни айналыссақ, Алла тағала бізге не керек пендеге, және не нәрсенің бізге қайырлы екенін жаратушы өзі біледі дейді. Сондықтан біздегі дұға қылма деген сөз емес бұл. Дұға қылу керек, бірақ 24 сағат дұға қыла берген адам басқа нәрсені жасамай. Онда сол дұғалар орындалмағанда ол да реніш пайда болады. Неге? Мен сұрап жатырмын ғой, неге бермей жатсың маған деген сияқты. Сондықтан сіз Алла тағалаға қойыңыз, Алла тағаланың таразасына беріңіз өзіне. Алла, сен өзің білесің маған не керек екен, қайырлы екен, сол қайырлысын маған бер деген ең жақсысы болады. 12 жаста ораза ұстаса бола ма? Болады, тода тұрған ештеңке жоқ. Денсаулығы болса, баланың анемиясы басқасы жоқ болса ұстасын. Тахаджуд намазын оқып болған соң, соның сауабын әкеме, апама жаза көріңіз деп айтуға бола ма? Намаздың өзінен емес, дұғаларымнан, зікірлерімнен, оқыған баталарымнан сауабы жетсін десеңіз дұрыс болады. Тікелей намаз бағышталмайды. Жолдасымның әкесі 2 жыл бұрын осы өмірден өтті, иманды болсын. Басына барады, Құран бағыштайды, бірақ әкесі қайтқаннан кейін жолдасым ішімдікті көп ішіп кетті. Әкесіне дұға бармайды ма? Аузында арақ ішіп алып оқыса бармайтын анық сол моментте. Бірақ мас күйінде арақ ішіп алып оқыса, бірақ оның бұл жерде Құран оқығанын сіз уайымдамай, неге сол ішімдікке кетті? Неге сіз соған күреспейсіз? Неге сол жолдасыңызды қайтармайсыз? Ол күйік. Әкесіне жақсылық жасай алмаған болар, әкесіне мейірімділік төге алмаған болар, әкесімен ортасын реттей алмаған болар. Бірақ сіз сол нәрсені жібермеуге себепсізсіз. Әйел адам мен ер адам 2 жарты 1 бүтін дегендей, сол бір-біріне қамқоршы болу керек деп есептейміз.
Usta sizді Чикагода күтеміз. Чикагоға иншалла барамыз, Құдай қаласа. Балам 17 күн болды туылғанына, больницаға жатып қалдық. Пневмониямен қандай сүре оқысам болады? Рахмет. Алла тағаладан шипа сұраңыз. Босанғанына қанша күн болды? 17 күн болды ма? Алла жеңілдік берсін. Алла жеңілдік берсін. Сізге Америка Құрама Штаттары ұнай ма? Адамдардың өмір сүруі қандай деңгейде? Алдын ала рахмет. Маған ең бірінші өзімнің елім ұнайды. Мен өз елімнің өліп қалған патриотымын. Шын мәнінде мен Қазақстаннан артық жер мен үшін жоқ деп есептеймін. Сондықтан өз елімнің қызметі құрбаны болуға дайынбыз. Әр адам солай болу керек деп есептеймін. Ал енді Америка Құрама Штаттарына келетін болсақ, өте үлкен алпауыт мемлекет, көп мемлекетке бағдар беретін мемлекет, оны мойындаймыз. Саясатты да сол деңгейде жүргізетін мемлекет екендігі белгілі. Қалай десем де, жұмыс істейтін адамға қай жер болса да жақсы. Жалқау болған, жатып шер болған, әйелінің арқасында дүние таптырып өзі үйде демалып жатқан, немесе үйде жатып алып команда беріп жатқан адам үшін Америкада жақсы жерге айналмайды. Еңбекке шақырам. Жолдасымызбен неке қиылмаған, дін бойынша не істеуге болады? Айтқанын тыңдамасам бола ма? Жоқ, тыңдауға міндеттісіз. Бұл кейбіреулер жаңағы мақыр берілмеді, тыңдамауым керек деген сияқты нәрселер қате болып табылады. Бірге тұрғаннан кейін сол неке қиылмаса, қидырыңыз, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Бірақ ЗАГС бар шығар, немесе мешітке барып, немесе молдан шақырсаңыз қиып береді. Жаңа туылған баланың басынан ұстауға бола ма? Негізі біздің халқымызда сәби баланы 40-на дейін ұстатқызбаған. Адамның қолының уыты бар. Уыты бар деген сөз, әр адамның бір бактериясы болады. Әрбір адамның өзінің бір инфекциясы болады. Әрбір адамның өзіне сіңісіп кеткен бір әртүрлі бір деңгейдегі зиянды, залалды нәрсесі болады. Жыны болады, әйтеуір әр нәрсесі болады. Қысқасы, кішкентай сәби баланы 40-на дейін сыбиян, анасы менен екеуін сыбиян деген періштелі жындар айландыратындығы белгілі. Сондықтан кішкентай баланы ешкімге көрсетпей, 40-на дейінгі баланы 40-нан шығарудың да өзі түпкі мақсатының біреуі осыда деп түсініңіздер. Түс ол жай ғана ойдан туа ма, қалай ойлайсыз? Жоқ, ойдан болатын да бар, әр түрлісі бар. Көктасқа сурет салған дұрыс па? Көктасқа сурет салмаған жақсы. Қайтқан адамға 40 күн шырақ жағу. Бұл туралы айтқанбыз, сіз 40 күн шырақ болып беріңіз. 40 күн емес, өмірлік шырақ болып беріңіз. Дүниеден өткен әкеңізге, анаңызға, қайтыс болған адамыңызға сіз шырақ бола аласыз. Қалай? Сіз шырағын жағыласың деген сөз, соның өмірінің жақсылығын ары қарай шам бола аласыз. Құлшылық қыла аласыз, ғибадат қыла аласыз, сауабыңызды оған бағыштай аласыз. Ол шын әлемде, сіз бен біз жалған әлемде тұрмыз. Сондықтан оған сауабыңызды әйтеуір қызмет жасап, сауап жасап, бір пайдаңыз тигізе алған үшін шам болыңыз. Ал енді жаңағы свечка жағудың қажеті жоқ. Балаға азан шақырып ат қойғанда мешіттен молда шақырып үйге қойған дұрыс па? Әлде 40-на шығарғаннан кейін мешітке барып азан шақырған дұрыс па? Жоқ, мешіт негізі мен айтқам, ең жақсысы, енді патолог деп айтайыншы, енді супері әкенің өзі шақырғаны жақсы. Азанды әкесі өз құлағына, баласының құлағы қасына тұрып өз айтқанынан артығы жоқ. Енді әкесі білмесе қағазға қарап айтсын. Онда да болмай тегі қорыққан, жаңағы ұяла беретін, сөз ауыздан түспейтін біреу болса, түк білмейтін. Онда мешітте молда шақырыңыз, молда 40-на дейін айтқаны жақсы болады. Сауда жасаймын, процент қанша қосу керек? Өзіңіздің еркіңізде, еңбегіңізді өзіңіз бағалайсыз. Өсек айтуды қалай азайтуға болады? Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ деп Абай атамыз бекер айтпаған шығар. Біздің өкінішке орай негізі көп кітаптарда, тарихи еңбектерде өсекті көбінесе әйелге тиесілі байлаған. Бірақ бүгіннің адамдары, әсіресе ер азаматтары ерліктен өтіп, езге өтіп, өсекпенен
етек аңдып қалды. Яути ален наси заманун химматухум бутунухум ва қаблатухун ниса. Бір заман келеді, сол кезде адамдардың аңдығаны ас болады, тергегені әйел болады. Шын мәнінде сол дәуірдің тап белін басып жүрген сияқтымыз. Ер азаматтардың ер сияқты болып, аузынан сөзі бір-ақ рет айтылған. Әсіресе бұл кішкене мынау намаз оқитын, мешітке барып жүрген адамдарға қатысты. Біреудің артынан сөз айтып, біреудің қыздарын сөзге қосып, одан кейін өзінің бауырлары, жамағаттары, ұстаздары, имамдары туралы сөз айтқанда біз қоймайынша қоғам алға дамымайды. Бірінікі ананікі жақсы, ананікі жаман, мынанікі жақсы деген сияқты сөздерді айтып, бір-біріне қайрап салып, өсек айтып, ғайбат айтудың барлығы түптің түбі амалыңыздан ажырап, бүкіл сауабыңызды сол бейшараны Құдайдың қолына беріп, оның өмір бойы жасаған күнәларын қара басыңа, қақпасыңа жинап алудың бірден бір оп-оңай қысқа жолы болып табылады. Сондықтан өсек өтірік бұл нәрсе сіз бен бізді азаматтықты, ерлікті, қасиетті жоятын дүниенің біреуі. Ал енді оны тиятын нәрсе не? Оны тиятын нәрсе ең бірінші әлбетте шынайы Құдайдан қорқу, иман. Халқымызда Құдайдан қорықпағаннан қорық деген сөз осыдан келіп шығады. Ырымдарға қаншалықты сенген дұрыс? Мысалы, шүктілік кезде шаш қиюға болмайды дейді. Бұның ырымдардың дерлігі біздің халқымыздың тәжірибесінен өткен, халқымыздың даналығы, халқымыздың ұлағаттығы деп есептеледі. Көшедегі шала сауат біреудің қосқаны, ойынан келген қосқан ырымдар деп сіңіп кеткен нәрселерден басқаны, кәдімгі атадан балаға өткен ұлағатты дүние, соның біреуі әйелдің шашын алмайды деген нәрсенің біреуінде түбінде шынайылық бар. Анамды Алла қаласа қажылыққа жіберемін деп отырмыз. Алла қаласа 15-ші ақпанда бармай тұрып не істеу керек? Алғаш рет бара жатыр дейді. Нұргүлжан, азаматсыңдар. Аналарыңды құрметтеп, әлпештеп, Меккеге жіберу үлкен нәрсе. Бірақ сол кісі соған дайын ба? Сол кісі соны түсіне ме өзі? Жаратушыға деген иманы қандай деңгейде? Жақын жердегі мешіттің имамына барып бірер уақыт бөліп қажылыққа баратын едік деп, соны анаңыздың білімін, деңгейін, сенім дәрежесін көтеріп беруге үлес қосатын имамға қайырлуға сұраймын. Ең дұрысы сол. Аға балам бар, 10 жаста ораза ұстаймын дейді, бірақ денсаулығына зиян бола ма деп қорқамын дейді. Телефон зиян екенін біліп тұрып телефон бересің ғой, TikTok көреді. Ораза ұстасын. Ол толық ұстай алмаса, бір күн ұстаса да ұстасын. 2 күн ұстасын. Ашса, жаңағы қиналып кетсе, аузын ашып жібереді. Мен 6 жасымда 2 күшікті өлтіріп едім дейді. Так, нағыз ит адамның кіндігінен жаралған қорқамын, Алла кешірім. Алладан кешірім сұрасаң, жақсы болады жаным. Нұран аға, сізді түсінде көрдім дейді. Сіз біз екеуміз шай ішіп, өмірлік мәнді сөйлесіп отыр екенбіз дейді. Құдай қаласа мен Америкадан оралайын, сені шайға шақырасың, екеуміз ішіп, түсіңді орындаймыз, Құдай қаласа. Мен креветке, рак, лобстер дегендерді жегім келеді. Сол харамба, ас болсын. Бірақ жалғыз жеуге болмайды, мені шақырасың, екеуміз қосылып жейміз. Орыс қызға үйленсем бола ма дейді. Мерей, саған қазақтың мерейін көтеретін, сенің мерейіңді көтеретін қазақтың қызы керек жаным. Мерей менен Оксана деген жараспайды ғой. Мерей менен Майра деген жарасады. О, апаң отыр. Сондай қазақтың ұлағатты қызы саған берсін жаным. Емізулі балам бар, 7 айлық ораза ұстасам бола ма? Ораза балаңыздың емізіп, балаңызды толық 2 жасқа дейін емізіп, толық қазақ айтпақшы мейірін қандырыңыз. Сізге сол маңыздырақ болады. Кейінірек бұйырса ұстайсыз. Ассаламағалейкум рахматулла. Алейкумсалам. Тараздағы 389 теңгені 390 деп айтады, сол дұрыс па? Ұрлық болады, 1 теңге үшін сұрақ болады. Анашым жүрек ауруымен ауырып жүр. Бұл өтірік болады бұл нәрсе.
былай қыламыз да. Ескі бас киімді не істеуге болады, киілмейтін? Ескі бас киімді біздің салтымыз бойынша сөгеді. Әйел кісіге бересіз, тігістерінен сөгіп, бас киім екенін сипатын жойып, содан кейін тастайды. Бас киімді бас киімге үйде тастамайды. Намаз бастағым келеді, бірақ темекі шегем дейді. Намаз оқи аламын ба? Әлбетте оқи аласың. Намазға темекіңді, енді намаздың іште шекпесең болды да, Алла, енді түбі қоясың. Мен енді бірінші қойып алайын, содан кейін намаз бастайым деген дұрыс емес. Сен бастай бер, керуен жүре түзеледі. Қоясың, Құдай қаласа, бастай бер намазды. Тек қана намазда шекпе, намаздың алдында тұрып, мешіттің кірердің алдында мешітке дейін кіріп, шегіп алып, содан бүйтіп мешіттің дворына лақтырып жіберіп мешітке кіріп кетсең, бұл үлкен қателік болады жаным. Тоқалды алу үшін дейтін реке дейді. Кіммен ақылдасамыз дейді. Ой. Бәйбішемен ақылдасасың. Бәйбіше шешеді, дұқ болса ақылдасасың сол кісімен. Сол кісі шешеді. Оны жылатып, боздатқаның жақсы емес. Тиктокта сізді масон деп жаза берсін. Не істейік енді. Намаз оқып спиртной сатқанда қабыл болмай ма? Спиртной сатудың өзі харам, үлкен күнә, бірақ намазы қабыл болады деген біз сенімдеміз. Бірақ енді ол істей бер деген сөз емес әлбетте. Күйеуім екеуміз намазды әкемізді қажылыққа, путевкаға алған едік. Енем ренжіп қайтарып бер деді путевканы, соған көңілім қалды енемнен дейді. Ене қылмай қоясың ба не? Енеңізді мен бағана ғана айттым, сол үшін дайындау керек еді. Үйленгенге дейін ханафимін деп, кейін салафи ағымында болып қалса, алдаған болса үлкен күнә болады, арам болады. Екіншіден, сәләфиге, уахабиске, каратиске, ханафиге, тәңіршіге үйленген жақсы болады. Сонда бірін-бірінің ұстаздарын, бірін-бірінің имамдарын, бірін-бірінің оқымшыларын боқтамайды, бірін-бірінің кітабын лақтырмайды, семья тыныш өсіп өнеді. Балалар да тыныштықта өмір сүргені жақсы. Сізге срочно ағылшын үйрену керек, ештен кеш жақсы, мен білген үш тілді ағылшынымыз бар, белгілі бір деңгейде, Құдайға шүкір, оны жетілдіреміз, Құдай қаласа. Орыс бастығым болды дейді. Бірақ Құран бағыштауға боламын. Өлді ме не ол бастығың? Жоқ. Орысқа Құран бағыштамайсың. Қазақ өз ата бабаңды жарылқаса, не қыласың ол орыстың ата бабасын? Оларға земля пухам деп қой болды. Күйеуімді намаз оқуға көндіре алмай жүрмін. Қандай кеңес бересіз? Өзім намаз оқимын. Әсел қарындасым көбейт. Жақсылығыңды көбейт. Мейіріміңді көбейт. Күйеуге деген бір имам айтыпты, шай бергенде қолын сипап берді, тура сондай көбейт. Намаз оқыған сайын сондай мейірімің, нұрың шашылып тұрсын еріңе. Сонда ерің саған қарап, о, мына әйелім намаз. Зілзаладан қайтыс болғандар шейіт бе? Амалына қарайды. Егер жақсы амалда болса, Аллаху алам, сондай болады. Егер кәпір болса, зұлым болса, елді тонаған болса, зілзаладан өле ме, суға батып өле ме, отқа жанып кете ме, амалына жауап беруге тура келеді. Тек таң намазын оқуға болмай ма? Бастай беріңіз.
Әйел жалғыз отырғанда Құранды дауыстап оқуына бола ма? Болады. Інім дауыс көтереді, арамыз 9 жыл. Сен ақыл бола бер. Ініңнің өзінің деңгейі, түсінігі, ішіндегі алып ұшқан жастық сезімі жоғарырақ шығар, сондықтан болмаңыз. Кейбір ағалар інісіне жаңа күш көрсетеміз деп дауыстап қаттырақ інісіне көш көрсететін де бар, керек емес. Түсінбейтін адамға ондай сөз жасаудың қажеті жоқ. Бәке әлі болып отыр ма? Бітсін. Елі зайыпты намаз оқыса, парызда жамағат болып оқыса бола ма екен? Қатар оқымайды, сәл артқа тұрады әйел адам. Жамағатпенен намаз оқығанда, 3-4 рекатта имам іштей оқығанда, жамағат фатиханы зәмді оқи ма? Біздің ханафи мазхабындағы түсінік бойынша иқтида дейді, яғни имамға иқтидаға ұйғаннан кейін барлығын имам оқиды. Тек қана имамға ұйған адам субханака дейді, яғни сананы оқиды, болды, сонымен тоқтайды. Ағузу бисмиллахты айтпайды. Тек қана рукуға барғанда субхана роббиял азимді айтады, субхан сәждеде субхана роббиял а'ланы айтады, сами аллаху лиман хамида деген раббана лакал хамд деп айтады. Немесе екі сәжденің ортасындағы дұғаларды ханафи мазхабындағы нақты белгілі, бізге белгіленген, біздің мазхабымызды нық ұстайтын болсақ, онда мазхабта тек қана осылай болады. Басқа мазхабтарда екі сәжденің ортасында, яғни жальсада, сәждеде басқа дұғалар айтылады, бізде айтпаған дұрыс, яғни біздің мазхабымызды ұстауымыз керек деген сөз болады. Аға, кіндік әке-шеше жайын айтыңызшы. Кіндік әке-шеше. Кіндік әке-шеше, немесе кейбір жерде өкіл әке, өкіл шеше деп қояды. Бұлай болады бұл. Негізі шариғатта жоқ дүние. Енді бұл кейінірек шыққан дүние. Адамның әлеуеті, араласуы көбейсін, кішкене балаларымыздың кіріп шығатын адамы көбейсін, қарымтасы мен барымтасы көбейсін, барар жер мен алар жер көбейсін деген мақсатта шығарған бір салттық жоралғы. Бірақ біздің бұл бүгіндегі кіндік әке, кіндік шеше, немесе жаңаға өкіл әке, өкіл шеше дегендер тек қана бай бақуатты, қызметі бар, жағдай жақсыларды ғана қоятынымыз ақиқат. Неге базарда жүрген таш кетіргенді қоймайсыздар кіндік әке шешеге? Неге ана сары жилетке киіп көше сыпырып жүргендер не адам емес пе не? Мектептің полын жуып жүрген техничкаларды қойыңыздар, олар да бір қуансын, бізде бір бәленнің кіндік әке шешесіміз деп. Сондықтан сол дұрыс болады. Егер оны істемейтін болсаң, өз әке шешеңді қадірлеуден артық әке шеше жоқ. Джо Байден не деп жатыр? Мен оны не деген елге барғанда айтам. Қазір өзім жаңа қонақта отырып киізін тілейін дегендей, тамағыңды ішейін, киізіңді тілейін деген сияқты болмасын деп үндемей отырмын. Сондықтан жақсы мемлекет. Жақсы дегенім қалай? Мен кеше бірсыпыра кездестім біздің бауыр қара көздерімізбен. Америка құрама штаттарында 100 мыңның ар жақ бер жағында қара көздер қазақтар жүр, айналайын. Біз соларға кездесуге келдім. Негізгі мақсатым мен соларды көрсем деген көптен шақырып жүр. Ішінде біраз елеулі азаматтар бар. Елімізге танымал коронавирус кет деп өлең айтқан Марат Омаров ағамыз бастаған азаматтар жүр. Көп еліміздегі азаматтар осы елде бүгінде тұрағын тауып қызметін жасап сөйтіп жүрген азаматтар бар. Сондықтан солардың біразымен иншалла менде кездесу бар. Осы жердегі жастармен кездесу бар. Екі мемлекет арасындағы достықты нығайту, шамам келгенше ұлттығымызды паш ету. Кешегі кездесуде де біздің қазақтың салты, дәстүрі, толеранттық, сенімдік, діни бостандық осы төңірегінде көп мәселе айтылып жатыр. Айттым өз бағытымнан, өз тарапынан тұрықтан осы төңіректе сөз. Адам өлген соң садақасын неше айда беру керек? Күтпеген дұрыс. Осы жерде қоя. Бере бересіз. Бірақ енді біздің халқымызда жылдық дегеннен сол жылға жақындатып, яки болмаса асырып береді. Күйеуім туыстарыммен, менің туыстарыммен араласпайды. Неге? Қашып жүреді. Неге? Қонаққа шақырса бармайды. Өзі намаз оқиды дейді. Неге түсінбеймін дейді.
Бұл бүгіндік мәселе емес, бұрыннан келе жатқан дүние. Бүгіннен жақсы. Сізді Доха, Катарда көрдім дейді, я Катар арқылы ұшып келдім. Сіз отырған жерде қоңырау естілді. Ей, ол сағат, құдай-ау. Сағат тура 12 болды. Америка Құрама Штаттарында сол анандай час бойым деген бар ғой, апарып көрсетейін ба? Сол сағаттың даңғылдаған дауысы. Неге? Араб құл болып кетпейміз бе дейді. Америкаға барсақ масон болып кетпейміз бе? Россияға барсақ орыс болып кетпейміз бе? Канадаға барсақ кім болып, Джастин Трюдо болып кетпейміз бе? Кімді айтайын саған. Кореяға барсақ Пакынхе болмаймыз ба? Кім болмаймыз өзі? Айналайын, біз қазақпыз, қазақ болып қаламыз, құдай қаласа. Мұсылман болайық, еліміз аман болсын. Бүгін намазды қаза етсем, соның тек парызын ғана оқиды ма? Я. Күндізгі 12 ма дейді? Я. Ақштағы қарындасымыз жүк көлігін жүргізіп жүрме. Мен кеше бірнеше қазақ қызын көрдім, кездестім қазақтармен. Барлығы тракай дейді. Трак деген білесіздер өзі, үлкен фура. Қазақтың қыздары енді шын мәнінде менің қара көздерімнің бұл жақта келіп жұмыс істеуі мен үшін жүрегімді ауыртатын жағдай. Бірақ елімізде ондай жұмыс табылмаса, байқұстар аяққа тұрайық деп, ата-анасына қамқорлық жасайық деп, мұхит асып келген балалар мен қыздардың еңбегі адал ма, айтыңыздаршы өздеріңіз. Сол жетіскеннен келіп атқан жоқ қой бізге. Жетіскеннен келіп, жағдайы жақсы болғаннан осы жерде жетісіп біреудің қызметшісі болып жатқан жоқ қой. Иә? Сондықтан еңбегін бағалай білу керек адамның. Байден дейді, Израильді қолдайды дейді. Әне, сіз оның приемныйында жүрсіз. Сол дұрыс па сол дейді. Ай, құдай, ай. Байденға жетпей-ақ, біздің қазақтар қазақты ұрып, ана скорыйден тепкілеп, жағын сындырып тастады. Оған қатысы жоқ Байденнің. Номеріңді айтшы, жалмауыз дегенге Байденнің қатысы жоқ. Тағымды айтайын. Тағы не қайтып отыр? Есікті тепкендердің, жағын сындырып өлтіргендердің, жұмыс істетіп, ақшасын бермей қуып жібергендерге Байденнің қатысы жоқ. Қатысы бар ма? Соны сенің қазағың істеп жатыр. Сондықтан жаным, әр нәрсені кейін ойлайық біз, мен бұл жерде оның тамағын ішуші келген жоқпын. Тағы да айтайын. Мен бұл жерде біздің елін сағынған, жерін сағынған, біздің қара көздерімізбен, сенің қарындастарың, інілеріңізбен кездесуге келермін. Солардың жүрегіне риза болып отырмын. Өздері қауымдастық құрып, Америка Құрама Штаттарындағы қазақтардың құрылтайы жасап жатыр. Ал айтпесе. Рахмет, қожакем. Алла разы болсын. Ұстаз, Меккеге 3 айға баруға бола ма дейді. Не қыласың, ей? 3 ай сол жақта не істейсің? Үйде отырып жұмыс істе, әке-шешеңе қызмет қыл, мемлекетке жұмыс істе, налог төле, Каспийден пайда келтір. Сені ақшаңа анау мұғалімдер айлық алады, міне пайда келтіресің. 3 айға барып Меккеге жатқанша, Қазақстанда мешіттің маңайын тазалап бер, істейтін жұмысың жоқ болса, өз отаныңда жұмыс істесең жетеді, мен сенен бұлай пайда болады. Өзі Меккені барған жақсы ғой, бірақ енді тым ойыншық қып жібердіңіздер. Тым ойыншық қып жіберді. Кім көрінген барып, тым көрінген, енді білмеймін енді, не айтуға да керек. Құдай өзге шүрсін, барғаннан кейін өткенде де қатты айттым. 40 күнге дейін анау барып өлең жаңағы орамал шешуге болмайды деген сөз шығарып апты. 40 күнге дейін орамал шешуге болмайды оказывается. Сонда 41-ші күн шеше берсең болады деген сөздер тарар. Bu не сөз? Жақсы емес қой. Жұма намазға қашан келесіз дейді. Без вас уағыз был скучный дейді. Астағфирулла.
қой уағыз скучный емес. Алланың әмірі құлшылықтарыңыз жасаңыздар, берсе келеміз. 5 уақыт намаз оқымасам да, таң намазынан бассам бола ма? Болады. Болады жаным, бастай бер. Пәтуа шығармаңыз олай дейді. Мен не айтам, өзім білем. Менің сөзіме араласпаңыз, е? Мен айтқан сөзіме жауап бере алам да. Сондықтан олай ұнамаса шығып кете бер жаным. Не қыласың басыңды, өзіңнің басыңды ауыртып, біреудің басын ауыртып. Духа намазына ықылас пен фатиха оқимын, дұрыс па? Оқыңыз. Бірінші фатиханы қойсың. Сәлеметсіз бе дейді. Можно ли практикующим мусульманам употреблять безалкогольное пиво? Пожалуйста, ответьте. Спорим с братьями. Вообще, спор само по себе нехорошее дело. Знаете, с кому-то что-то спорить, кому-то доказывать не нужно. Религия не распространяется путем доказательств. Религию надо показывать. А мы сейчас в данный момент демагогией занимаемся. Многие к нам в помощь пришел этот YouTube и различные социальные сети. Того услышим, этого услышим, начинаем выносить свои мнения. Так делать нельзя, братья и сестры. Во-первых, относительно пива. Будь то нулевка, будь то не нулевка, особенно те пива, которые разливаются в наших странах, пить нельзя. Почему? Потому что там идет одна линия. В некоторых мусульманских странах разливается безалкогольное пиво. Я знаю, многие пьют, аргументируя, что это не противоречит исламскому шариату. То есть, само по себе, когда человек употребляет пиво, он употребляется кому? То есть не мусульманам. Соответственно, вам это делать не нужно. Тылсым әлеммен связға шығып жүрмін, алжыдым ба дейді. Сен Роза Коучпен, сенің Нұрлан Имаммен, басқамен связға шыққан. Ана біздің Қазақстанда жақсы ана Қамшат Бекжігітова деген апаң бар. Тағы мен білетін кім бар еді? Көп бізде имам ұстаздар. Солармен мына жерде Алия ұстаз отыраны. Сол кісімен неге шық? Коллаборацияға, связға шық жаным. Сол жақсы болды. Тылсым әлемді қоя тұр. Ұстаз, Меккеге 3 айға Құран үйренуге баруға бола ма? Үйде үйренсеш, Меккеге үйренбе. Қазақстанда үйрене бер. Жетеді Қазақстанның мешіттері саған көмек, ұстаздары көмек жаным. Алдыңғы жылға қарыз болған ораза күндерін өтейін деп едім. Бірақ қай уақытта қандай кестемен өтеймін? Таң намаздың өзіңнің тұрған жеріңіздің, Марзия апайым бар, иә,